Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен 5 минутта дайын болатын оп-оңай салат жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін ең алдымен бізге шұжық қажет болады. Шұжықты дөңгелектеп турап, ұзынша етіп кесіп, ортасынан тағы да бір бөлетін боламыз. Шұжықты турап болғаннан кейін бізге келесі қияр қажет болады. Қиярды да дәл осылай турайтын боламыз. Балғын қияр немесе соленый қияр пайдалансаңыздар болады. Менде соленый қияр болмағандықтан осы балғын қиярды пайдаландым. Бар жоғы 5 минутта дайын болатын өте оңай дәмді салаттардың бірі. Сіздерге де міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Қиярды турап болғаннан кейін біз алдын ала 3 жұмыртқаны пісіріп дайындап қоюымыз керек. Жұмыртқамызды турайтын боламыз. Жұмыртқаны да дәл солай ұзынша етіп тураймыз. Барлығын турап ыдысымызға саламыз. Енді келесі кезекте консервідегі жүгеріні қосатын боламыз. Қалауыңызша көбірек қоссаңыздар да болады. Мен жарты банка қостым. Енді оның үстіне өзімізге ұнайтын кез келген керешке қосамыз, және де дәміне қарай тұз, оның үстінен майонезді қосып, барлығын араластыратын боламыз. Қонақ келген кезде немесе асығыс болсаңыз, дәл осы салатты жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай жасалады, және де дәмі ерекше болып шығады. Осымен біздің 5 минуттық салатымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.